Жалпы табиғат, соның ішінде жасыл ел, бұл біздің болашағымыз. Тәртіп, заң қағидатына салатын болсақ, мұсылман адамның өмірі жас талсында әрбір жақсылықты бойына сіңіріп, болашақ ұрпаққа аманатты жерімізді таза қылып, пәк күйінде өткізуіміз керек. Осыған атсалысқан осы жастарымызға Алла разы болсын, істері оң болсын. Жалпы Астана да біздің елімізде жасыл елдің мекені, тыныштықтың мекені болсын. Аман болыңыздар. Адамдар осындай саябақтарда көп жерлерде заттар шашып кететіміз. Бірақ біз соның жерді жинап, өзіміздің елімізге, экологияға еңбегімізді тигізіп жатырмыз. Астана жасыл ел!